Жақсы көретін қызымның алдында ит талаған дейді. Таза ит талаған. Қыздың алдында ма? Қыздың алдында. Жақсы көретін қызының алдында. Жоқ, ол мені жақсы көретін. В общем, мынандай болатын. 6-шы класстың кезі. 6-шы класс па? Сөйтіп, күнделікке үй тапсырмасын жазып алғам ғой. Сөйтіп, барып класстас қыздан барып сұрай салайын дедім. Сөйтіп, ол қыз, класстас қызым 5-6 үй ары тұрады. Соның үйіне баратқан кезде көрші үйдің иті қарап тұр ғой маған ше. Көрдім, анау негізі қабаған ит білем бұрыннан бері ше. Маған Том и Джерридегі ит елестеп тұр. Жоқ, ондай емес. Одан қатты қауіпті ше анау. Ақырын өтіп баратырмын жанынан ше. Ақырын өтіп баратырмын. Бір кезде ана ит бүйтіп, мен қарады ғой бүйтіп ше. Әлі көзбен шығарып салып тұр ғой мен. Бір кезде ит қимылдады, мен бірден жүгірдім. Жүгіріп баратырмын, мынандай бір төмпешік болған. Сол төмпешіктің үстіне шығып, жол қысқартам деп ойладым ғой мен ше. Ана ит шыға алмай қалады шығар деп. Оның үстіне түскен кезде қарасам, анау жанынан қашып баратыр ғой бүйтіп ше. Бүйтіп қашып баратыр едім, бір кезде ит құйрығыма келіп жабысты ғой. Тістеді прям. Құладым, жыладым, короче. Жерде жатып жылап атырма деп Жеп атыр ана жақта. Құйрықтан бір тістеген. Алдына келіп қалған уже. Артыңды жеп ше. Тауысып па? Жоқ, бір тістеген. Уже андай асфальт жалап атса да уже. Тауыс біткен ба? Тауыс біткен да.